Алдыңғы сабақта тип данныхты өттік. Деректер типі. Типтер ол өте қарапайым тақырып негізі, кіріспесі. Одан көрі типтердің бір-біріне түрленуі, өзгеруі сол қызығырақ, сәл ойлану керек тақырып, мұқият болып қарау керек. Және бұл тақырыпқа дұрыс кіру үшін нені есте сақтау керек? Мына JavaScript тілі жалпы динамикалық тіл екенін есте сақтау керек. Ол не деген сөз? Көбісі қателеседі. Көбісінде мысалға мынандай проблеманы айтады. Не дейміз? Let x тең жазу 5 қылайық. 5 қылайық. Енді соған x қосу тағы да 5 дейтін болсақ, 55 болады. Неге? Өйткені мұндағы типі 5 болып тұр. Ал егер де x тең сан 5 болатын болса, x қосу 5 дегеніміз 10 болады. Көбінесе новичоктар осыдан қателеседі. Енді осыдан қателеспес үшін нені есте сақтауымыз керек? JavaScript қалай жұмыс жасайды? JavaScript интерпретаторы әуелі операторды көреді. Қосу деген оператор, болмаса алу, болмаса көбейту, болмаса бөлу деген операторлар көреді. Енді осы операторлардың қандай ортақ жері бар? Ортақ жері, мына оператордың төртеуі де математикалық операторлар. Математикалық операторлар айырмашылығы ішінде қайсысы ерекше? Қосу дегені ерекше. Өйткені жалпы қосу деген мағынасына қарасаңыз, ол тек қана математикалық нәрсе емес та. Мысалға, сүтке қатық қосасыз қой, сүтке. Ол математикалық амал емес қой, дұрыс па? Бір затқа бір затты қосу, ол да қосу, дұрыс па? Біз аудай шешесіне қосу, ол да қосу емізетін кезде. Ол бірақ ол математикалық амал емес. То есть, қосу дегеніміз ол тек қана математикалық емес, одан басқа да мағынада қолданылатын оператор. Осы себепті интерпретатор мұқият қарайды. Сіз осы қосудың екі жағына қандай мәндер беріп жатсыз. Егер де екі жағына да сан берсеңіз, мысалға 5 пен 8 десек, оны демек бұл математикалық операция жасағысы келіп жатыр екен деп түсінеді. 5-ке 8-ді қоссаңыз. Ал егер де екеуінің біреуі сан емес, жазу болып қалатын болса, демек ол жазуды тіркегісі кеп тұр деп түсінеді. Тіркегісі кеп. Мысалға, x мәні деймізде, x мәні 49 десек, тіркеп жіберді артына. Өйткені бірінші нәрсесі строка болып тұр, стринг болып тұр. X мәні деген стринг қой. Енді осы жерде ішіне сан берсекше, 1 деген сан берсек, 50 болмайды, 149 болады. Себебі жаңа айтқанымдай типі жазу болып кетіп тұр. Егер екеуінің орны ауысса ше, 49 қосу стринг 1. Ол кезде де. То есть, плюс екі жағына қарайды. Егер екі жағы да сан болса, демек математикалық амал деп қарастырады. Ал егер де сан емес болса, басқа нәрсе деп қарастырады. Строка болса, жазуды тіркеп жібереді. То есть, екеуінің біреуі строка болса, екіншісінде строкаға айналдырып жібереді. Жақсы, енді бағана айттым ғой, плюс қана сондай ерекше деп. Ал енді минуспен қолданып көрейік. Мысалға, мына жерде 50 деп қояйық, және мына жерге 1 десек 49, екеуі де сан болған жағдайда. Түсінікті ғой, енді ожидаемо, бұл күтілетін нәрсе. Енді 1-дің орнына жазу 1 десек не болады? Жазу 1 десек 49 болады. Себебі минус дегенді JavaScript интерпретатор тек қана математикалық амал деп түсінеді. Жаңағыдай прикол ұстап жүрмеңіз, біз аудай шешесіне қайтадан ажырататын кезде не болады деп. Так, математикалық қана амал деп қарастырады JavaScript. Осымен тоқтаймыз. Мысалға 50-ді бөлеміз, жазу 2-ге 25 болады. 50-ді көбейтеміз, жазу 2-ге 100 болады. Так. Ары қарай да қызық болса өздеріңіз эксперимент жасай берерсіздер. Ой, екінші тарақша асқайды. Екі жағы да жазу болғаның өзінде де көбейту санға айналдырып алып, сосын барып орындады. Себебі көбейту деген операторда болып тұр мәселе.
көбейту ол тек қана математикалық амал. Сол себепті екі жағындағы нәрсені де неге айналдырып алады, санға айналдырып алады. То есть мәселе тек қана плюсте болып тұр ғой, плюсте болып тұр. Сол себепті мұқият болыңыздар. Так, жақсы. Строковое преобразование. Стрингке қашан айналдырамыз? Ол өзі сондай бір нелер бар. Мысалға алертке егерде біз объект беретін болсақ, object деп шығады. Неге? Өйткені мына объектіні әуелі жазуға айналдырып көреді. Жазылуға айналдырған кезде егер ол стандартты түрде сондай бір өзінің бір функциясы бар болса бойында, сол функцияны шақырады. Ал егер де ондай жоқ болса, типін қайтарады. Мысалға alert массив беретін болсақ, ештеңе шықпады. Массивтің ішіне так нем беріп жіберейікші. Alert массивтің ішіне сандар беріп жіберейік. 3 десек, 1, 2, 3 деп шықты. Екеуінің айырмашылығын көріп тұрсыздар ғой. Демек, массивтің бойында toString шақырылса, осылай болып шығады екен 1, 2, 3-те. Ал объектінің бойында toString десе, ол жоқ, демек типін қайтарады. Так, жақсы. Численное преобразование. Жаңа айтып кеттім. Өздеріңіз тағы қайталасаңыздар болады. Енді мына жерде типті бағанан бері мен типтердің байқаусызда нақты айтпай-ақ бір-біріне конверттелуін айттым. Енді әдейі ауыстырғымыз келсе, мысалға стрингке ауыстырғымыз келсе, string деймізді ішіне береміз мәнді. 1 деп берсек, ол жазуға айналады. Енді дәл осыны керісінше жасасақ та болады. Number деймізді ішіне жазу 1-ді берсек, ол сан 1-ге айналады. Мына жерден ережелерді қарап алсаңыздар болады. Не нәрсе неге айналады? Undefined numberге салсаң, none болады. Өйткені ол undefined, ол не істерін білмейді. Null'ды санға айналдырса 0 болады. True мен false 1 мен 0. Айтпақшы, егер мен қателеспесем, тарих бойынша атам заманда программистер true мен false осы boolean жоқ кезде осы 1 мен 0-ді ғана қолданып жүре берген. 1 мен 0-ді қолданған, егер рас болса 1 деген, өтірік болса 0 деген, солай. String, так. String'ді тағы да аударып көрейік. 1-ге айналады. Нан болып қалды, өйткені 1-ден кейін айызды бар екен. Так, екеуін тақасақ, бәрібір сол. Так, енді number айызды мен тағы да бір нені салыстырайық, санға айналдыру операторын салыстырайық. Parse integer деген. Parse integerдің ішіне дәл осыны берсек, 1 деп, және айызды деп берсек, ол аударалады. Екеуінің айырмашылығы неде? Екеуінің айырмашылығы number екі жағында пробелдерді алып тастағаннан кейін тек қана сан қалғанын күтеді. 1 айызды деген ол уже сан емес та. Не қалды, соны тікелей санға айналдыра салғысы келеді. Ал parse int болса, ол жазуды оқып шығады. Басынан бастап санға айналдыра алғанша санға айналдыра береді. Так, 1 айызды дегеннен кейін қайттан 2-3 дейтін болсақ, оларға жетпейді. Өйткені бас жағында 1-ді көргеннен кейін, одан кейін A-ны көрді ма, значит 1-мен тоқтайды. Parse деген сөз, жалпы parsing деген строкадан басқа бір типті оқып алу деген сөз. Бізде программирінде көп айтылатын нәрсе. Мысалға сайттарда парсинг жаса дейді ғой, парс етесің дейді ғой. Сол не деген сөз? Сайт дегеніміз ғой, үлкен стринг қой. Сол стрингтен бір басқа ақпараттарды шығар деген сөз. Жалпы мына сөз жиі қайталанады, парс деген. Парс integer, парс float. Так, кеттік. Логическое преобразование. JavaScript'та абсолютно любой нәрсе, әйтеуір бір логикалық типке айналады. Так, boolean деймізді, undefined дейміз. Undefined десек false болады. Өйткені undefined'тің мағынасы false'ға кеп тұр. Енді undefined null дейтін болсақ, ол да false. Так, undefined
0 дейтін болсақ, ол да false, undefined, бос строка берсек, ол да false. Жақсы. Енді бар объектіне берсек, true. Өйткені ол бар нәрсе. Так, сан берсек, сан 0-ден басқа кез келген санды берсек, true. Өйткені ол бос емес та, әйтеуір бірдеңе бар, мән деген сөз. 0 деген бізде математикада негізі тарихта не ғой, ештеңе жоқ дегенде білдіреді ғой. Адамдар әуелі санап бастаған кезде біріншіден бірден 0 пайда болған жоқ қой. Әуелі 1, 2, 3 деп санап бастайды. Содан кейін минус деген неге милары жетеді. Бір заттан алып, сөйтіп алып қайтадан бос болып қалған кезде сол кезде барып 0 пайда болды. То есть тарихта да солай, бүкіл сандар true, 0 ғана бос дегенді білдіреді, false. Тағы не? Тағы нәрсе. Мыналарды өздеріңіз оқи саларсыздар. Осымен жетеді. JavaScript'те осыны мұқият оқып алыңыздар, әрі-бері эксперимент жасаңыздар. Әрине, бір-ақ күнде жаттап алмайсыз, бірақ практикада қайта-қайта қолданып жаттап аларсыз деп ойлаймын. Шатасатын нәрсе тек қана осы плюс операторымен деп ойлаймын. Плюсті түсініп алсаңыздар, қалғаны өзі оңай болады.